Сәлем достар, сіздермен Айгерім. Бүгін біз сіздермен кешкі асқа өте дәмді ерекше тағам конфан дайындайтын боламыз. Ең алдымен күрішті 3-4 қайтара суы тазарғанша жуып, үстіне ыстық су құйып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Салмасына ет, болгар бұрышы, сәбіз, бір дана пияз және картоп қажет. Редька, капуста болса, қоссаңыздар да болады. Ал енді салмасын дайындаймыз. Ең алдымен етті майдалап 4 бұрышты етіп турап шығамыз. Мінекей дайын. Сәбізді де еттің көлемінде етіп турап шығамыз. Пиязды да солай турап шығамыз. Барлығының көлемі 1 келкі болған дұрыс. Енді қазанның астын жағып, аз мөлшерде күнбағыс майын құямыз. Май қызған кезде етті саламыз. Араластырып, етімізді 1-5 минуттай суы тартылғанша қуырамыз. Күрішті кастрөлімізге салып, су құямыз. Күріштен осылай кішкене ғана асып тұрса жеткілікті. Күрішке 1 шай қасық тұз саламыз. 3 ас қасық күнбағыс майын құямыз. Араластырамыз. Осылай сұйық май құйып жіберсеңіздер, күрішіміз езілмей піседі. Отқа қойып пісіріп аламыз. Күрішіміз қайнады. Осылай бір араластырып, газымызды баяуладық. Ең баяу отта күрішті буға пісіреміз. Негізі картоп пен перецті артынан саламын. Сонда да турап дайындап қоямын. Картопты осылай алдын ала турап суға салып қойсаңыздар, картоптың крахмалы шығып дайын тұрады. Бұлардың да көлемі еттікіндей болуы тиіс. Картошканы су тазарғанша жуып, салқын суға салып қойдық. Осылай 1 жарты сағаттай тұрғаны дұрыс. Бұрыштарды да майдалап 4 бұрышты етіп турап шығамыз. Барлығының көлемі 1 келкі болса, әдемі көрінеді. Дайын. Еттің суы тартылды. Пиязды саламыз. Бір араластырып, пиязымыз жұмсарғанша тағы да 1-5 минуттай қуырып аламыз. Күрішіміздің суы тартылып пісті. Астын өшіреміз. Күрішіміз дайын. Пиязымыз жұмсарып қызарды. Сәбізді саламыз. Араластырамыз. Жарты ас қасық тұз. Қалауларыңыз бойынша кішкене қызыл бұрыш, кішкене қара бұрыш. 1 ас қасық томатная пастаны салып, араластырып, томаты шыққанша қуырамыз. Кішкене подливтен асырып су құйып, қайнағанын күтеміз. Мінекей қайнады. Енді осы сәтте дәмін тексереміз. Тұзы аз болған жағдайда тағы салыңыздар. Газды баяулатып, баяу отта 15 минутта етті пісіріп аламыз. 15 минуттай өтті. Картошка мен болгар бұрышын салып, бір араластырып, баяу отта картошканы пісіреміз. 15 минуттай уақыт өтті. Картошканы піскенін тексереміз. Картошкамыз жұмсарған, салмамыз дайын. Енді тарелкамызға ең бірінші күрішті саламыз. Мен осындай шынымен саламын, сол кезде күрішіміз өте әдемі көрінетін болады. Шыныға күрішті нығыздап толтырып саламыз. Үстінен басып салыңыздар осылай. Дайын. Енді тарелкамыздың дәл ортасына төңкереміз. Күріштің шет-шетіне айналдыра салмасын салып шығамыз. Мінекей дайын. Мен осылай күріштің бетіне қиярды қойып әсемдеймін. Бұл міндетті емес. Қарасаңыздар, өте әдемі болып шықты. Дәмі де сондай ерекше. Дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Еш өкінбейтін боласыздар. Ас болсын.